Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабақтың тақырыбы станцияның тәуліктік жоспар кестесі туралы жалпы мәліметтер, оның мазмұны. Сабақтың мақсаты станцияның тәуліктік жоспар кестесін құру, техникалық станцияға келгеннен кейін пойыздарды өңдеу технологиясын үйрету, техникалық станцияның жұмыс технологиясымен студенттерді таныстыру, станцияда төбешік жұмысын көрсету және техникалық станцияда пойыздардың қабылдау және жөнелту алдында өңдеу технологиясымен таныстыру. Бүгінгі сабақтың жоспары өткен материалды қайталау, жаңа материалды игеру және жаңа сабақты бекіту. Сонымен қатар бүгін біз өткен тақырыптарды қайталаймыз. Учаскелік сұрыптау станцияларында транзиттік пойыздардың өңдеу технологиясы. Жауабы: транзиттік пойыздар өңделетін және өңделусіз болып бөлінеді. Өңделусіз пойыздар станциядан құрамы өзгерусіз өтеді. Бұл пойыздармен техникалық операциялар орындалады. Транзиттік өңделетін пойыздар станцияда құрамы өзгереді, яғни бұл пойыздармен ажырату жұмысы орындалады. Техникалық станцияларда өңделусіз транзитті пойыздардың өңделуі. Өңделусіз транзитті пойыздарды өңдеу жұмыстарына құрамға техникалық қызмет көрсету, коммерциялық тексеріс, локомотив бригадасының ауысуы және тежегіштерді байқау жұмыстары кіреді. Пойыздардың станцияға келуі туралы ақпарат алған соң, станция кезекшісі маневр диспетчермен бірге отырып қабылдау жолын белгілейді және маршрутты дайындаған соң СТЦ-ның көшіру постысының операторына, ПТО операторына, парк кезекшісіне және парктың аға қабылдап тапсырушысына пойыздың келу уақытын, номерін, пойыздың белгіленуін және қабылдану жолын хабарлайды. Сонымен қатар станция кезекшісі парктік дауыс зорайтқыш байланысы көмегімен пойызды өңдеуге қатысатын барлық жұмысшыларға хабарлайды. Келетін транзиттік пойызды қабылдау жолында мына жұмысшылар қарсы алады: ПТО-ның тексеруші жөндеуші топтары, 2 пойызды қабылдап тапсырушы, парк кезекшісі, әскери күзет жұмысшылары. Пойыз тоқтаған соң жол кезекшісі құрамды бекітіп, машинистен тасымалдау құжаттарын қабылдайды және құрамның бекітілген станция кезекшісіне хабарлайды. Қабылдау паркіндегі ажыратуға келіп түскен пойыздарды өңдеу графигі. Қабылдау паркінде ажыратуға келіп түскен пойыздардың өңделу графигінде операциялардың атаулары көрсетілген, уақыты көрсетілген және орындаушылар. Бірінші, көрші станциядан пойыздың жақындаған туралы хабар алу, орындаушы ДСП. Пойызды өңдеу жұмысына қатысатын жұмысшыларға пойыздың номерін, қабылдану жолын және келу уақытын хабарлау, орындаушы ДСП. Үшінші, пойызды өңдеуге қатысатын жұмысшылардың қабылдау жолына шығуы, ПТО, ПКО, әскери күзет жұмысшылары, сигналистер. Келесі, келетін пойызды көшіріп алу және пойыздың келгені туралы ИВЦ-ға хабарламасын жіберу, СТО-ның көшіріп алу постының операторлары орындайтын. Бұл жұмыстың орындалу уақыты пойыз келгенге дейінгі. Келесі, тасымалдау құжаттарын қабылдау және оларды телеграмма, анықтама қағазын көшіру нәтижелерімен салыстыру, СТО-ның аға операторы. Келесі, құрамды бекіту, пойыздық локомотивті ағыту, қоршау және тексеруге беру, орындаушы ТСП локомотив бригадасы, сигналист, ПТО операторы. Құрамға техникалық қызмет көрсету, орындаушы ПТО жұмысшылары. Келесі, қабылдау паркінің ПТО операторына техникалық қызмет көрсетудің нәтижелерін хабарлау, орындаушы ПТО-ның тексеруші жөндеушілері, ПТО операторлары. Келесі жұмыс, тексеріс нәтижелері туралы ИВЦ-ға жіберу, хабарды қабылдағанын растау, орындаушы ПТО ИВЦ операторы. Келесі, вагондарды коммерциялық тексеру, ПТО-ның қабылдап тапсырушысы, орындаушылары. Келесі, станция кезекшісіне және аға қабылдап тапсырушыға тексерістің аяқталғанын хабарлау,
ПКО қабылдап тапсырушысы, ДСП станция қабылдап тапсырушысы. Соңғы операция сұрыптау қағазын төбешік кезекшісіне, төбешік құрастырушысына, маневр диспетчеріне беру, орындау ИВЦ, ДСПГ, ДСП құрастырушы бригадасы орындайды. Бұл операциялардың жалпы ұзақтылығы 30 минут. Станцияның технологиялық орталығының қызметі. Олар поездар мен вагондар туралы ақпаратты өңдеу, анықтама қағазында ажыратуға келген поездарды белгілеу, құрастырылған поездарға анықтама қағазын құрастыру. Сұрыптау төбешігінің классификациясы мен жұмысының ұстанымдары. Сұрыптау паркіндегі жолдардың санына және өңдеу қабілетіне байланысты сұрыптау төбешігі үлкен, орташа және кіші қуатты төбешіктер болып бөлінеді. Сұрыптау паркіндегі үлкен қуатты төбешіктердің 30 және одан да көп жолдары болады және өңдеу қабілеті тәулігіне 5000-нан және одан да көп вагонға тең. Әдетте бұл төбешіктердің 2 жылжыту жолы және 2 төмен түсіру жолдары болатындай етіп жобаланады. Құрамды параллель түсіру жұмысына қолдануды ескере отырып, 3 және одан да көп жылжыту және төмен түсу жолдары қарастырылады. Үлкен қуатты төбешіктерді 3 тежегіш позициясы орнатылады. Оның 2-і төмен түсу бөлігінде, 1-і сұрыптау паркінде болады. 1 тежегіш позициясы интервалды, 2 интервалды нысаналы. Ол әр түйіндердің бөлгіш бағыттама бұрмаларының алдында орналасады. 3 нысаналы және әр сұрыптау жолының басына орналасып, тіркемелердің тұрған вагондарды 5 км/сағаттан артық емес жылдамдықпен жақындауын қамтамасыз етеді. Төбешіктегі поездардың ағытылып құрастырылуын төбешік кезекшісі басқарады. Оған төбешік операторы, поезд құрастырушылары, төбешік локомотивінің машинисті және төбешік ауданындағы жұмыстарды атқаратын басқа да жұмысшылар бағынады. ДСПГ қабылдау, құрастыру паркінің станциясындағы кезекшісімен араласы маневр диспетчерінің бағынады. ДСПГ төбешік бағдаршамдарын тікелей басқарып, құрамды жылжыту мен төмен түсіру жылдамдықтарын реттеп, тіркемелердің төбешіктің төмен түсу бөлігінен өтуін бақылап, сұрыптау қауіпсіздігіне жауап береді. Төбешік операторлары ДСПГ-ның бақылауымен бөлінген жол шоқтарының төбешік құрылғыларын басқарып, қажет болған жағдайда баяулатқышпен бағыттамаларды қолмен басқаруға көшкен төмен түсіру бағдарламасына да араласады. Төбешікте 1-ден 3-ке дейін маневрлік радио байланысымен, төбешік локомотив сигнализациясымен және бірінші вагонды тепловозға ағыту және тіркеуге арналған автоматты құрылғылармен жабдықталған төбешік локомотивтері жұмыс жасайды. Сұрыптау паркінде құрамды жинақтау. Жинақтауға тұру техникалық станцияда өңделетін вагондардың жалпы тұрысының басты құрамды бөлігі болып табылады. Жинақтау процесіне сандық және сапалық факторлар әсер етеді. Сандық берілген бағыттағы тәуліктегі вагон айналымының шамасы, құрастырылатын поездағы вагондардың саны. Сапалық вагон ағымын апаруды ұйымдастыру, ауыр салмақты ұзын құрамды және топтық поездарды құрастыру. Жергілікті вагондармен жинақтау процесін аяқтау. Сапалық факторлар станция жұмысшыларының жинақтау процесіне әсер ету дәрежесін сипаттайды. Вагондардың жинақтауда орташа тұру уақытын анықтау үшін әр сұрыптау паркі үшін жинақтау процесінің графигі құрастырылады. Поездарды құрастыруды ұйымдастыру сұрыптау паркінің жолдары поездың құрастырылу жоспары бойынша мамандандырылады. Төмен түсіру процесі кезінде вагондар сәйкес жолдарға түсіп, ол жерде толық құрамға жинақталып тұрады. Жөнелту паркінде құрастырылған поезды өңдеу графигі. Бұл графикте операциялардың атаулары, орындалу уақыты және орындаушылар көрсетілген. Бірінші,
Құрамды сұрыптау паркінен жөнелту паркіне берудің уақыты мен жолын сәйкестендіру. Орындаушы маневр диспетчері, станция кезекшісі. Екіншісі ПТО операторына, парк кезекшісіне, локомотив депосының кезекшісіне және аға қабылдап тапсырушыға поездың шығару жолын белгіленуін және жөнелтілуін уақытын хабарлау. Орындаушы ДСП. Шығару жолына жөндеуге қатысатын жұмысшылардың шығуы. ПТО жұмысшылары, ПКО қабылдап тапсырушылары, станция кезекшілері, орындаушылар. Құрамды көшіріп алу және ЭВЦ мен СТЦ-ға беру, көшіру постының СТЦ операторы. Бұл операциялардың бәрі пойыз келгенге дейін орындалады. Келесі, СТЦ-да сәйкес келуін, сұраныс алу және оны СТЦ операторына беру. Орындаушы СТЦ операторы. Келесі, СТЦ-да сәйкес келуін тексеру және оны ЭВЦ-ға беру. Орындаушы СТЦ операторы. Тасымалдау құжаттарын жинақтау, ведомостер мен вагон номерінің тізімі бойынша жинау. Орындаушы СТЦ операторы. Құжаттарды пакеттеу және жөнелту паркіне жіберу. Орындаушы СТЦ операторы. Құрамды бекіту, маневр локомотивін ағыту және алып кету. Орындаушы парк кезекшісі, машинист. Техникалық тексеру және соңғы сигналдар ілінген вагондарды жөнелту. Орындаушы ПТО-ның тексеру жөндеушілері. Вагондарды коммерциялық тексеру, ақауларды жою. Орындаушы ПКО қабылдап тапсырушысы. Құрамды өңдеудің аяқталған туралы хабарды алу. Орындаушы ПТО операторы. Анықтама қағазы мен машинист анықтамасын есептеп жөнелту паркіне беру. Орындаушы СТЦ операторы, ПТО операторы. Анықтама қағазын тасымалдау құжатымен біріктіру. Орындаушы парк кезекшісі мен парк кезекшісінің операторы. Пойыз локомотивінің тіркеу, құрамының бекітілуін алу, соңғы сигналды ілу. Орындаушы ДСП, парк кезекшісі, локомотив бригадасы. Тежегіштерді байқау, машинистке ВО-45 анықтамасын беру. Локомотив бригадасы, ПТО-ның тексеруші жөндеушілері. Машинистке тасымалдау және пойыздардың құжаттарды беру, жөнелту. Орындаушы парк кезекшісі, станция кезекшісі. Жалпы осы операциялардың барлығының орындалу уақыты 30 минут. Жөнелту бойынша құрамның өңделуі. Құрамды жөнелтілуі бойынша өңдеу жұмысы оны құрастыру паркінен жөнелту паркіне әкелген сәттен басталады. Станция кезекшісі құрастыру паркінің кезекшісімен келіскеннен кейін құрамды орнынан ауыстырып қоюға, маневр маршрутын даярлап, парктік байланыс арқылы бұл жұмысқа қатысты жұмысшыларға жол номерін, пойыздың баратын жерін және график бойынша жөнелтілу уақытын хабарлайды. Жөнелту паркінде құрамды парк кезекшісі, тексеруші жөндеушілер, қабылдап тапсырушылар және күзет жұмысшылары қарсы алады. Құрам аялдаған соң жолдың пайдалау ұзындығының шегінде сигналист оны шартты түрде бекітіп, станция кезекшісіне хабарлайды. Станция кезекшісі құрамнан маневр локомотивін босатып, оны сонымен қатар құрамның жолға орталықтан бекітілген ПТО операторына айтады және парк байланысы бойынша вагонды тексерудің басталғанын хабарлайды. Станцияның тәуліктік жоспар кестесі. Станция жұмысының тәуліктік жоспар кестесі дегеніміз, оның барлық тәуліктегі жұмысының графикалық кескіні. Тәуліктік жоспар кестесін жасаудың мақсаты станцияның барлық элементтерінің жұмысын өзара және шектесетін екі аралықпен байланыстыру және сәйкестендіру. Қылтаға, парк жолдарына, тартымды жолдарға, сұрыптау төбешігіне, төбешік пен маневр локомотивіне, ПТО мен ПКО бригадаларына түсетін жұмысты анықтау. Станция жұмысындағы тығыз жерлерді табу және жоспарлық нормативтерді есептеу. Оны станция жұмысының технологиялық процесін жасағаннан кейін қолданысқа және құрастыру жоспарын және пойыз қозғалысының графигін енгізгеннен соң құрастырады. Тәуліктік жоспар кестесі бойынша қандай көрсеткіштер табылады? Жауабы: өңделусіз транзит, транзиттік өңделетін жергілікті тұру уақытын. Жұмысшы паркінің нормасы, қосарланған операциялардың коэффициенті, вагон айналымы, маневр құрылғыларының жүктемесінің коэффициенті.
Станцияның тәуліктік жоспарын құру үшін қандай бастапқы деректер қажет? Жауабы: пойыздар қозғалыс кестесі, пойыздарды құрастыру жоспары, құрам мен вагондарды өңдеу нормасы, жолдар мен парктердің мамандандырылуы, көрсетілген станция схемасы, станция базасы және жергілікті инструкциялар. Тәуліктік жоспар кестесінің торы станция жолдарының дамуына, станцияға іргелес жатқан бағыттарға және станцияның схемасының жолдардың дамуына байланысты. Станция операцияларына жұмсалатын уақыт нормасы станцияның нақты жұмысына байланысты анықталады. Тәуліктік жоспар кестесінде тік және көлденең сызықтар нені көрсетеді? Жауабы: тік сызықтар бір тәуліктегі уақыт беріледі. Көлденең сызықтар станция жолдары, бағыттама көшелері, төбешік тартымды жолдар, төбешік және маневр локомотивтері көрсетіледі. Енді біз тәуліктік жоспар кестесіндегі операциялардың графикалық кескінін көрсетеміз. Бұнда қабылдау жөнелту паркінде құрамның өңделуі көрсетілген. Келесі суретте пойыздардың қабылдауы және жөнелтілуі көрсетілген. Бұнда станция қылтасында пойыздардың қабылдануы, басты жолдардың бос еместігі көрсетілген. Сонымен қатар пойыздардың қабылдануы және жөнелтілуі қиғаш сызықпен көрсетілген. Келесі суретте қабылдау жөнелту паркінде транзиттік пойыздардың өңделу уақыты көрсетілген. Келесі суретте станцияға ажыратуға келген пойыздың ажырату жұмысының графикалық кескіні көрсетілген. Бұнда қабылдау жөнелту парктері көрсетілген, итеру жолдары және төбешік локомотивінің жұмысы көрсетілген. Бұл суретте жергілікті жұмыстың орындалуы. Жергілікті жұмыс станцияда, жүк ауласында және кірме жолдарда орындалады. Бұл жұмыста маневр локомотиві және тартымды жол орындайды. Келесі схемада, бұнда суретте сұрыптау паркінің жұмысы көрсетілген. Сұрыптау паркінің жолдары да бұнда жинақтау жұмысы және құрастыру операцияның басы орындалады. Құрастырылған пойыздармен жөнелту алдында өңдейді. Жөнелту алдында өңдеу жұмысы бұл қабылдау жөнелту паркінде орындалатын техникалық операциялар. Тәуліктік жоспар кестесінде станцияда орындалатын операциялардың шартты белгілері көрсетіледі. Олар: қылтаның бос еместігі, төбешік локомотивінің кіруі, итеру және тарқату маневр жұмысы, вагондарды тиеп түсіру жұмысы, вагондарды жүк операцияларынан алу және беру, вагондарды ауыстырып қою, маневр локомотивінің жалғыз жүруі, қабылдау жөнелту паркінде пойыздардың өңделуі, транзит пойыздарының өңделуінде тұруы, құрастырылған пойыздың жөнелту паркінде тұруы. Маневр локомотивінің жалғыз жүруі, құрамның сұрыптау паркінде жинақталу операциясы, құрамның құрастырылуының аяқталуы, операциялардың орындалуына вагондардың күтуі, жергілікті жұмыстардың пункттеріне вагондарды талдау, вагондарды жергілікті жұмысты орындау, парктеріне вагондарды орналастыру, тартымды жолды, құрамды ажырату. Бүгінгі сабақтың қорытындысы: станцияның тәуліктік жоспар кестесін бір тәулікке құрастыру. Станцияның тәуліктік жоспар кестесі дегеніміз бұл станцияда бір тәулікте орындалатын жұмыстардың графикалық кескіні. Тәуліктік жоспар кестесінде бірінші орындалатын операция ол бағыттамалардың бос еместігін көрсету болып табылады. Тәуліктік жоспар кестесінде пойыздар қозғалыс кестесін көрсету. Екінші, тәуліктік жоспар кестесінде қиғаш сызықпен пойызды қабылдау жөнелту операциясы көрсетіледі. Станцияда пойыздардың өңделуі кестесін көрсету. Үшінші, бір бағыттағы маршрутта бір уақытта құрамның қозғалысын маршруттардың қарсылығы деп айтамыз. Сол қарсылықтарды болмау үшін станция жұмысы алдын ала жоспарланады. Төртінші, тәуліктік жоспар кестесінде жұмыстың аяқталу жұмысы
бұл құрастырылған құрамның қабылдау жөнелту паркіне ауыстырылып қойылу болып табылады. Соңғысы станция тәуліктік жоспар кестесінде станцияға іргелес жатқан екі аралық станция қылтасы, парктер, жолдар, өлшеу шаруашылығы, сұрыптау құрылғысы, жүк ауданы көрсетіледі.